орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Бақтығали Ағакен. Менің отаным, менің бастамам жобалар байқауының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жоба дайындадым. Менің дайындаған жобамның мақсаты туған жерге еңбегі сіңген ұлы азаматтардың еңбегімен танысу және маңыздылығын айта кетсек, бірінші, ақылымен, қолымен, тарынымен заманауи Қазақстанда жасап жатқан нақтыландарды қоғамға таныту. Екінші, оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал етудің мультимедиалық алаңын қалыптастыру. Үшінші, 100 жаңа есім жобасы өңірлік нұсқасын жасау, елдік ұлтымыздың алтын қорынан енетін тұлғаларды білуге тиіс. Және де өзектілігі айта кетсек, Қазақстан еліне өз үлестерін қосқан тұлғаларды таныту және жобаға қатысушылардың ізденісін ояту болды. Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен еліміздің әлі өнерге тұратын түрлі жастағы сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Жоба 100 жаңа есім елбасының бірегей жобасы. Қазақстанда тәуелсіздік жылдары бірқатар мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асқаны көпке мәлім. Солардың бірегей айта кетсек, ел тарихында бұрын-соңды қолға алынбаған 100 жаңа есім жобасы болды. Бір қызығы, бұнда жоба ТМД мемлекеттерінің ешбірінде кездеспейді. Ал елбасында жоба туралы алғаш рет 2017 жылдың 12 сәуірде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Жобаға кімдер қатыса алады? 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздары іріктеліп алынғандықтан қатысушыларға қойылатын талаптар да жоқ емес. Сол себепті үміткерлерге қойылатын талаптарды тілге тиек етуді жөн көрдік. Ең алдымен үміткер Қазақстан азаматы болу керек, оның жасы 18-ден асуы тиіс, үміткер ел имиджін қалыптастыратын салада қызмет ету керек. Және қатысушы сонымен бірге өзінің жетістіктерімен Қазақстанды өзге елдерге паш еткен тұлға болуы тиіс. Және ол тәуелсіздік жылдары мемлекеттік дамуына өз үлесін қосқан жар болу керек. Осы талаптар арқылы адамдар жобаға қатыса алады. Бізде 6 бағыттар бар, яғни оларды айта кетсек, қоғам, спорт, медицина, ғылым, бизнес және мәдениет болып келеді. Ержан Максим 2007 жылы Орал қаласында дүниеге келген. Бала небәрі 4 жасында ән айта бастап, 6 жасынан бастап жергілікті жастар мәдениет сарайында Дария Бақтыбанның жетекшілігімен оқитын вокал үйірмесіне қатыса бастады. Музыка мен ән айтудан басқа ол футболды да жақсы көрген екен. Ержан Максимнің жетістіктерін айта кетсек, бірінші, 2016 жылы Ержан Максим Батумидегі Дорфест фестивалінде бас жүлдеге ие болды. 2016 жылдың желтоқсанда Латвияда бірдей номинациялар бойынша бірдей конкурсқа қатысып, 2 алтын және 1 күміс медаль жеңіп алған. 2017 жылы Витебск қаласында өткен Славян базарының халықаралық конкурсында 2-ші орынға ие болған. Және де 2023 жылы WOF Awards премиясы және WOF Contest байқауына қатысып, гран-приді жеңіп алды. Ержан Максим, менің ойымша, 100 жаңа есім қатарына лайықты деп есептеймін. Өйткені ол деген түрлі елдерге барып, жүлделерінен оралады. 1969 жылы Ростошинец мектебін, 1969 жылы Орал ауыл шаруашылық техникум өсімдіктерді агроқорғау мамандығы бойынша бітірген. 800-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 4 оқу құрылымы және 3 монографияның қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары және жемістерді сақтау кезінде бактеристік материалдардың фунгицидтік Ақсерік Айтилов 1969 қазақ жаратылыстану тұжырымдамалары және жемістерді сақтау кезінде бактерицидтік материалдардың фунгицидтік белсенділігін сынау және жемістерді сақталатын 10 қазан 1990 жылы Апател ауылы, Батыс Қазақстан облысы, қазақстандық сатира комика, актер, әзіл әлемі әзіл театрының директоры болып келеді. Қазақстанда еңбек сіңірген қайраткері және Қазталов ауданының құрметті азаматы болып келеді. 2001 жылдары Көне Тапалар клубында ойнаған. Қазақ КВН командасы құрамында 2010 жылы халықаралық КВН одағы жоғарғы лигасында вице-чемпионы атанған екен. 2016 жылы ТМД елдерінің үздік КВН ойыншысы атағымен марапатталды. 2011 жылдан Астана қаласы әкімдігінің әзіл әлемі әзіл сықақ театрының директоры болып сайланған.
Ақсерік Айтымов, Rector of the Kazakh University of Innovation and Telecommunications System. Ақсерік Sarevich created a large-scale private science and educational complex in Western Kazakhstan. West Kazakhstan region graduated from one of the educational institutes of the state educational institution Kazakh. Бұл адамдар Ақжайықтағы Қазақстанның жыр жаңа есімі жобасы жеңімпазымен жүздескен. Және біздің ауданымызға осы кісілер келді. Ақжайық ауданының орталығы Чапаевта Қазақстанның жыр жаңа есімі жобасының жеңімпазы Қазақ инновациялық және осы кісілер біздің ауданымызға келіп жеңімпаздармен жүздескен екен. Мен өз ойымда қосылай осы тақырыпта қосылмай келе, мен оқушымын, өз өмір тәжірибем аз, өзім сияқты балалардың, достарының бойында мәдениет, адами қасиеттерді қалыптастыру мақсатында айтылатын әр әсерлі, әр ойда сақталып қалатындай жобаға мәнді тақырып алғым келді. Сол себепті Қазақстанның жыр жаңа есімі жобасы туралы мен тақырыпты алдым. Біз қоғамның қамын ойлайтын азамат болуымыз керек. Демек, қазіргі заманда талантты, дарынды жастар осы аға-апаларымыздың даңғыл жолын жалғастыруда. Осы жоба арқылы қазіргі жастарымыз елімізге өз үлестерін қосып көзге түсуде. Күткен нәтиже Қазақстанның жыр жаңа есімі жобасы жалғасын тауып, осы жоба арқылы болашақта жастарымыз, оқушыларымыз өз еңбектерін көрсетіп, елімізге танымал болады деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Thank you for your